Кентау қаласы бойынша 7 колледж кенді қаланың қоғамдық саяси өміріне атсалысып келеді. Солардың бірі Кентау гуманитарлық техникалық колледжі. Білім беру мекемесінің іргесі 2008 жылы қаланған. Содан бері айтулы білім ордасынан 546 бітіруші қанат қағып түлеп ұшқан. Олардың 16-сы үздік диплом иегерлері. Студенттер бүгінде еліміздің түкпір-түкпірінде қызмет етіп жатса, енді бір бөлігі еліміздің жоғары оқу орындарында білімдерін жетілдіруде. Алғашында ЕСС колледж болып құрылған колледж қалыпты оқу үдерісін қалыптастырып, өңір жастарына заман талабына сай сапалы білім мен саналы тәрбие беріп келеді. Жыл өткен сайын оқу әдістемелік және материалдық техникалық базасы жаңара түсуде. 10 жылдың ішінде оқу тәрбие істері, әдіс тәсілдері мен оқу процесіне ендіріп қана қоймай, жыл өткен сайын дамытып, оны жетілдіріп келеді. Мерейлі датаға орай қазіргі заманғы ғылым мен білім беру жүйесіндегі инновациялық ізденістер тақырыбында халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Ашылу рәсімінде қала әкімінің орынбасары Самат Расул алдағы уақытта да тәрбие мен ғылыми жұмыстарды дамытуда жетістіктерге жете береді деген сенім білдірді. Колледж мерейтойы бұл оқытушылар, қызметкерлер ұжымы, оқушылар мен түлектер үшін ғана емес, қаламыз үшін де айтулы мереке. Мұхтар өз мерейтойға қатысты былай деген екен: олар халықтың рухын көтереді, халықты топтастырады, ұрпақтар байланысының үзілуіне мүмкіндік бермейді. Міне осы дәстүр дағдымен сіздер колледж мерейтойын тойлап отырсыздар. Мерейлі мерекеңізбен құттықтай отырып, дендеріңізге саулық, отбасыңызға амандық, істеріңізге сәттілік, шығармашылық табыстар тілеймін. Құрметпен Кентау қаласының әкімі Дәурен Мақажанов. Конференцияға Түркия, Өзбекстан, Қырғызстан, Монғолия секілді алыс жақын шетелдерден 70-ге жуық ғылыми зерттеу жұмыстары мен мақалалар келіп түскен. Олар алдағы уақытта арнайы жинақ болып басылып шықпақ. Дүниеде екі қазына бар. Біреу мидағы қазына, біреу жердегі қазына. Жердегі қазына бір күн болмаса бір күн таусылады. Ал мидағы қазына жұмсаған сайын азаймайды, ізденген сайын көбейеді. Сондықтан мынау ең үлкен еңбек, ой еңбегі. Үсенбай Рахмет құрылтайшы болса, бұл мекемені, оқу орнын, қалада бірнеше мектептің директоры болған, қала білім беру бөлімінің басшысы болған Серік Айтөреев басқарып отыр. Адам жақсара түсу үшін, кемелдене түсу үшін ғана өмір сүреді. Жақсара түскенді, кемелдене түскенді сезімден артық уақыт жоқ. Сондықтан мынау шығармашылық табыс, шығармашылық шабыт, толағай табыс тілеймін. Осы конференцияны ұйымдастырушы Үсенбек Рахметұлына үлкен алғысымызды айтамыз. Барлығы шынайы қызметкерлер әкімшілігіне алғысымызды айтамыз. Бүгінгі тақырыптың өзі өте ауқымды, бір өзекті ауқымды тақырып болып тұр. Қазақстандағы инновациялық технологиялар арқылы білім беру жүйесінде жаңа ізденістер. Түркияның алғашқы президенті Мұстафа Кемал Ататүрктің бір керемет сөзі бар: болашақ ұстаздар, болашақ ұрпақ сіздердің негізгі өнімдеріңіз болып табылады. Яғни ол шәкірттерді айтып отқан сөзі. Яғни Құдай қаласа колледж ұжымы сіздер тәрбиелеп отқан шәкірттеріңіз сіздердің еңбектеріңіздің айнасы болсын. Сол шәкірттеріңізбен мақтанып жүріңіздер. Конференция жұмысы меймандардың секция жұмыстарымен танысып, мастер-класс сабақтарына қатысумен жалғасты. Шара соңында арнайы қонақасы да берілді. Жандос Асемір, Берікқан Бейсейтов, Тұран Түркістан.